Мен емеспін деймін. Мен оны қайдан білем? Алған алмағаныңды. Не? Арнайы АБК студиясында дыбысталды. Дыбыстағандар Ако және Эмма. Абсолюттік және салыстырмалы баға. 20 бөлім. Осы жолғы бақылау жұмысын жақсы тапсыруым керек. Неге? Анаммен солай келістім. Қандайда бір сабақтан жоғары баға алсам, өнер мектебіне барамын. Сонда мына фотоны өшіреміз бе? Бұны қазір өшіру керек. Сен менің инстаграмдағы барлық суретімді көрдің ғой? Сендер үшін бере саламыз, жұбына қарай көресің. Не дейді? Сендерді суретке түсіріп алыпты. Бәрінің айтып жатқаны сендер. Жақын арада мектебіміздің керекті жұбына айналасыңдар. Қашан түсіріп үлгердіңдер? Олар қашаннан бері кездесіп жүр? Жарасымды жұп екен. Киімдері де жақсы жарасып тұр. Мен де баскетбол сессиясына қатысқым келеді. 등등의 댓글이 있었답니다. Мынау несі? Не болып кетті? Олар қайда кетті? Мыналар не істеп жүр? Мәсіған, қарай көр өздерін. Шиюдің күліп жүргенде сен алар емеспін. Түстерін бірінші рет көріп тұрмын. Ол бұлай мені ашуландырғанда ғана жасайтын. Алманы қалай атайды? Apple. Негізінде FF. Ибрам, сәттілік. Мен бүгін боянбаған едім. Онда тұрған не бар? Бірінші рет көріп тұрған жоқпын ғой. Жігітім ретінде бірінші рет көріп тұрсың емес пе? Бәрі жақсы. Мен де шашым жуған жоқпын. Шомылмадым да. Торапай. Ұстап көргің келеді ме? Кетші, есіңнен алжастың ба? Жігіттің емінезін көрсеткені не? Шуламаңдар ше. Не ғой? Ешкіммен бөліспей өзің жалғыз жері жарай ма? Әрине. Сәттілік. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Ұйықтап қалма. Көріскенше. Сен жуынбаған етін ғой. Мен кеттім. Маған да болады ма? Не? Дәмін тат. Қажет емес. Бұны Боран берді. Мен бақылау алдында шоколад жемейтін едім. Осы жолы жақсы тапсыруым керек. Жақсы. Кеттік. Барлық адамдарда қорқыныш бар. Қателеріңде жақсылап қарап алыңдар. Келесі жолы қатемен жұмыс жасаймыз. Доғына, қалай тапсырдың? Өткен жолғыдан жақсы. Жақсы тапсырғаның түріңнен ақ көрініп тұр. Кабинетті тазартуды ұмытпаңдар. Ертең кездескенше. Сонда да анаң енді рұқсат берді ме? Осы жолы шынымен де жақсы баға алдым. Хана, сен қалай тапсырдың? Кемхана сабақты жақсы оқиды. Доханаға қарағанда. Не болды? Менің дәптерім жоғалып кетті. Сенің дәптерің? Әр бақылауда қолданатын дәптерің бе?
Не қарайсыңдар? Әй, кеттік. Ол неге қананы жұбатпайды? Соны айтсаңшы. Дәмін-ай. Арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Керемет. Айтпақшы. Бағанағы қыздар сенен күмәнданды ғой. Енді не істейсің? Не айтып кеттің? Неге дегенің қалай? Ол жайлы мүлде алаңдамайсың ба? Ертең барып сен емес екеніңді айтайық. Оны алмағанымды өзім білетінім жеткілікті. Елдің сөзін не істейміз? Не деген керемет жан едің? Сенен күтетін затты жасаудың қажеті жоқ. Менің ойым өзіме маңызды болғанымен, бұл қанаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Өмірде бәрі салыстырмалы деген осы. 90 балл жинасаң да, бірінші онда 95 балл жинаған адамға барады. Ендеше 100 балл жинау керек. Енді... Құдайым-ай. Айтпақшы, сыныпқа қайтайық. Мен сөмкемді қалдырып кеттім. Қалайша оқушы сөмкесіз шығады, а? Маған дауыс көтере берме, болмаса жылап қалам. Жақсы болып қалдың ба? Көрдің бе, қана жылап қалғанда екеуі де қашып кетті. Иә, тіпті айтарға сөзім жоқ. Қалайша жай ғана қашып кетті? Мүмкін дәптерді шынымен де доқан алған болар. Кім білер дейсің? Біздің халіміз. Осыған дейін жетеді деп мүлде ойламаппын. Ей! Бұның не? Мен емес екенімді айт. Нені? Сен білесің ғой. Мен алмағанымды. Мен оны қайдан білем? Сен алдың ба, алмадың ба? Не? Сен бақылауды жақсы тапсырдың емес пе? Бұның сенің дәптеріңе не қатысы бар? Менің дәптерім жоғалып кетті. Сондықтан да бақылаудан төмен баға алдым. Ал сен болсаң жоғары баға алдың. Соңғы кездері екеуміз онсыз тіл тапса алмай жүрміз. Және әртүрлі ырымдарға сенетінім жайлы хабардар едің. Бұны мен не айтқым келіп тұр? Сенің жақсы оқитыныңды қызғанады деп ойлайсың ба? Мен сабақта жақсы оқитын қанамын. Ал сен нашар оқитын қанасың. Салыстырмалы баға. Мен сенен асқан жақсы қана болуым керек. Шын мәнінде саған не болған? Өткен жолғыға әлі ренжілісің бе? Нені айтасың? Айналшықтай бергенше одан да турасын айт. Ең жақсы турасы. Сенің не ойлағаның бар? Мен де соны айтам. Мен анамнан бір затты өтінгендіктен бақылауды жақсы тапсыруға тырыстым. Сенің де арманың бар емес пе? Сол үшін де сен жақсы оқып жүрсің, солай емес пе? Абсолюттік баға. Сен де, мен де өз өмірімізді жақсы сүруіміз керек. Мен туралы бәрін білетіндей сөйлеме. Білесің бе, бұның бәрі менің кінәм секілді. Жоқ, сөмкемді қалдырып кетпегенімде қайтадан сыныпқа бармас едік. Сонда екеуі ұрыспас еді. Бұл жолы оңай шешіле қоймайтын секілді. Дохананың бұлай ашуланғанын бірінші рет көрдім. Білесің бе, Кимхана бірінші отырып айтқандықтан? Ей, Дохана осындай кішкентай зат үшін ашуланады деп ойлайсың ба? Көп болса жай аздап көңіл күйі түседі. Дохана өте мейірімді қыз емес пе? Рас кейде ашуланып ойындағысын айта салады, бірақ ол қасақана ештеңе жасамайды.
Кимхана дәптерін жоғалтып алыпты. Ал сыныптағы қыздар есе оны доқа алды деп отыр. Сыртында текхана деп жазылып тұрған дәптер ме? Ол Шуда. Не? Шу сендерге бермекші еді, бірақ сендер үйге қайтып кеттіңдер. Сондықтан сендерге бере алмағанын айтқан еді. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Дыбыстағандар Ако және Эмма, аударған Увой фансаттарын алғысымызды білдіреміз. Өшіруге асықпаңыздар. Ей, неменен алыс отырсың? Дәптер тауып алдым. Хана деген кім? Хана? 10 сынып. Дохана? Жоқ, Кимхана. Сабақты жақсы оқыдыңыз ба? Соныкі болар, қайтарып береміз бе? Бірақ Дохана кіре болуы мүмкін ғой. Онда тұрған не бар? Екеуі де дос емес пе? Бір-біріне қайтарып береді, дұрыс айтасың. Ол мынау Намшиу ғой. Ол Ханамен дос емес пе? Мүмкін Шиудан бері жейік. Намшиу! Міне ерде тек Хана деп жазылып тұр. Кимхана ма Дохана ма білмейміз. Бұл Кимхананікі. Мен бере саламын. Шу, не ғой? Дохана екеуің жайлы әңгіме рас па? Екеуің кездесіп жүр дейді ғой. Қарай көр. Шын ба? Шынымен бе? Керемет. Сөзім жоқ. Шын ба? Сен алар емеспін. Шынымен кездесіп жүргенде. Иә. Жаңа қандай әнді естіп отырдың? Мен бе? Гоп. Кімнің әні? Жай. We go up. We go up. We go up. Go up. We go up. We go up. We go up. We go up. Керемет екен. Күшті ма? Мен де сол ойлаймын. Иә?